Қазіргі таңда Назарбаев университетінің Foundation бағдарламасында оқып жатырмын. Foundation бағдарламасы бакалавриатқа дайындайтын бір жылдық бағдарлама болып саналады. Және Foundation бағдарламасында оқи отырып, біз ең алдымен өзіміздің академиялық ағылшын тілімізді және математика дағдыларымызды дамыта аламыз. Foundation бағдарламасын сәтті аяқтаған студент қалған 4 жылды ақысыз оқуына мүмкіндік алады. Foundation бағдарламасын оқи отырып, тек қана білім емес, біз осы университетте жаңадан достар табуға және осы университеттің ортасына сіңісуге мүмкіндік аламыз. Назарбаев университетіне түспес бұрын менің ағылшын тілі деңгейім орташа болған. Бірақ мен өзіме алдыма мақсат қойып, сол мақсатты орындау үшін күні-түні оқып, ағылшын тілімді жақсарттым. Және соның арқасында Назарбаев университетінің емтихандарын сәтті тапсырдым. Назарбаев университетінің кітапханасында көптеген пайдалы кітаптар бар. Бұл кітаптарды қай тілде оқуыңыз келсе де, қандай кітап оқуыңыз келсе де, барлық кітапты табуға болады, деуге болады. Және осы кітапханада студенттер мысалы мен көп сабақ оқуға өте көп мүмкіндіктер бар. Бұл кітапхана өте кең және осы кітаптар арқылы мен өзіме сабағыма керек мағлұматтарды оңайлықпен ала аламын. Бұл менің бөлмем. Мен осы жатақханада 1 жыл көлемінде тұратын боламын. Назарбаев университетінің жатақханасы студенттерге көптеген ыңғайлылық жағдайлар ұсынады. Мысалы, осы бөлмеде біз 4 қыз тұрамыз. Және бұл жерде көріп тұрғандарыңыздай сабақ оқуға өте ыңғайлы, үстелдер, орындықтар өте жақсы. Бөлмеде отырып оңайлықпен сабақ оқуыңызға болады. Және тағы бір айта кететін жайт, бөлмеде әжетхана бар және душта қарастырылған. Жатақхананың бағасы да студенттерге өте қолжетімді. Бір семестрге 15 мың теңгенің көлемінде ақы төлейміз. Әлеуметтік осал топтағы студенттерге күнделікті тамақ ішу және жатақханада тұру ақысыз болып саналады. Сонымен қатар, университет территориясында көріп тұрғандарыңыздай көптеген асханалар орналасқан және бұл асханалардан кез келген уақытта келіп тамақ ішуге болады. Назарбаев университетінің өзінің денсаулық орталығы бар. Бұл орталықта әрбір студент кез келген жағдайда өзінің денсаулығын келіп қарата алады. Және де сонымен қатар әрбір студентке бірінші күннен бастап денсаулық сақтандыру жасалады. Және осы сақтандыру арқылы студент қалаға бармай-ақ осы университетте кампустың ішінде келіп ауруханаға қарала алады. Бұл орталыққа студент кез келген жағдайда алдын ала жазылу арқылы келіп дәрігерге көріне алады. Менің ойымша, бұл студенттерге өте үлкен мүмкіндік. Сонымен қатар, университет территориясында студенттерге салауатты өмір салтын сақтау үшін атлетикалық және спорт орталығы атты 2 орталық бар. Бұл жерде көріп тұрғандарыңыздай спорттың барлық түрінен жаттығуға болады. Бұл біздің университетте орналасқан бассейн. Бұл жерде студенттер сабақтан тыс бос уақыттарында келіп жүзуіне болады. Және осы спорт орталығының барлық қызметтері үшін айына тек 500 теңге ғана төлейді. Қорытындылай келе, Айқанат білім беру қоры менің өмірімді түбегейлі өзгертті десем қателеспеймін. Себебі осындай Назарбаев университетінде оқу мен үшін үлкен мәртебе болып саналады. Қысқа уақыттың ішінде ағылшын тілі деңгейімді дамытуымның арқасында, тынбай еңбектенуімнің арқасында осындай Foundation бағдарламасында мемлекеттік грантта оқып жатырмын. Мемлекеттік грант сонымен қатар ай сайынғы стипендия және жатақхананы қамтамасыз етеді. Осы Foundation бағдарламасын сәтті аяқтаған соң, келер 4 жылымды да мемлекеттік грантта осы университет қабырғасында өткізетін боламын. Ал егер сен де осындай мүмкіндіктерге қол жеткізгің келсе, онда қазірден бастап өзіңнің тілдік деңгейіңді дамытып, біліміңді шыңда. Мен сіздерді осы жерде күтетін боламын.